Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар біз осындай өте дәмді әрі әдемі болып шығатын сүзбелі сочники дайындайтын боламыз. Барлық құрамдары осы видеоның астында описанияда болады. Бұл видеоның соңына дейін көрместен бұрын менің инстаграм парақшама тіркеліп кетіңіздер. Бұл сочникидің дәмі өте керемет және де жұмсақ болып шығады. Барлық адамға дайындауға кеңес беремін. Өте оңай дайындалады. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керектілері қаймақ, қант, тұз, жұмыртқа, бөлме температурасында тұрған сары май, ұн, ас содасы және де біздің сочникимізді дайындайтын ыдыс. Ең алдымен біз ыдысымызға қаймағымызды және де қантымызды салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Одан кейін тұз саламыз, жұмыртқа саламыз. Болмасын да жақсылап миксерлейміз. Шамамен 2-3 минуттай. Миксерлеп болғаннан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді біз ыдысымызда тұрған ұнымыздың үстіне ас содамызды саламыз. Барлығын жақсылап видеода көрсетілгендей етіп қасықпенен араластыратын боламыз. Одан кейін біздің жұмыртқалы массамызға осы ұнымызды аз-аздан сала отырып миксерлейтін боламыз. Егер де сіздер бұл ұнды барлығын бірден салсаңыздар, онда сіздердің сочникилеріңіз өкінішке орай көтерілмей қалады. Сол үшін видеода көрсетілгендей етіп аз-аздан салып араластырыңыздар. Енді біз осы қамырымыздың астына ұн жіберіп, оның барлығын қолмен жақсылап илейтін боламыз. Бізде осындай өте жұмсақ қамыр шығу керек. Оның бетін салафанмен немесе пищевой пленкамен жауып қойып, шамамен 1 сағаттай қойып қоямыз бөлме температурасына. Біздің қамырымыз бұғып жатырған кезде біз осы сүзбелі сочникидің салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай 2 ыдыс керек, біреуі тереңдеуі, екіншісі кәсе алсаңыздар болады. Одан кейін біз жұмыртқамызды осы 2 ыдысқа ақуызы мен сарыуызын бөліп аламыз. Ақуызын тереңдеу, ал сарыуызын осы кәсеге бөліп аламыз. Жұмыртқаның сарыуызын алып қойыңыздар, олар бізге қажет болады. Одан кейін біз ақуызын блендерлеп немесе миксерлейтін боламыз. Блендерлеп болғаннан кейін бізде осындай көпіршік шығу керек. Ол өзінің формасын жақсы ұстау керек. Оның үстіне жаңағы біздің ақуызымызды салып, барлығын жақсылап силиконды күрекшенің көмегімен араластыратын боламыз. Қант саламыз, қаймақ саламыз. Одан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Менде сүзбе көп болғандықтан мен осы құрамдарды 2 есе қылып көбейттім. Бізде осындай өзінің формасын жақсы ұстап тұратын кішкене бұлшырақтау салма шығу керек. Егер де сіздерде осындай бұлшырақтау шықса, онда сіз барлығын дұрыс істедіңіз деген сөз. Себебі біз қазір оған ұн қосып, барлығын жақсылап өзінің формасын керемет ұстайтындай қылатын боламыз. Енді осы ұн қосқаннан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді біз қамырымызды салафаннан шешетін боламыз. Оны шешіп, видеода көрсетілгендей етіп 4 бөлікке бөлесіздер. Қалған бөліктерді алып қойды. Және де қалған қамырларды мен осындай салафанның көмегімен жауып қойдым. Себебі олар қатып кетпеуі керек. Енді осы бөлікті оқтаумен жайып, осындай кәсенің көмегімен мен ойып алдым. Одан кейін осы дөңгелектің ішіне біз жаңағы салмамызды салатын боламыз. Барлығын жақсылап бетінен жауып істейміз. Жанын жаппаңыздар, себебі бізге. Енді біз осындай противень алатын боламыз. Оның үстіне пергамент қағазын төсейміз. Барлық сочникилерімізді осының үстіне дізіп шығатын боламыз. Менде осындай сүзбелі сочники 12 штук шықты. Енді біз банаға алып қалған сарыуызымызды сочникидің бетіне жағатын боламыз. Мен сарыуыз жетпегендіктен оның үстіне кішкене сүт құйдым. Барлығын жақсылап кесушікмен араластырып, осы сочникидің бетіне жағып шығамыз. Дайын болған сочникилерімізді 180 градуста шамамен 30-35 минутта дайындайтын боламыз.
мінекей достар, менде осындай өте дәмді әрі әдемі жұмсақ сүзбелі сочники дайын болды. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.